Жазın. Салмақ, салмақсыздық. Әңгіме жазın. Ауырлық күші деген бар, кейін салмақ деген бар да. Ауырлық күші бұл дененің өзінде болатұғын, гравитация маянында жайласқан денеге әсер ететін күш та. Енді салмақ деген ілдіргішке, немесе тірекке әсер ететін күш. Ілдіргіш дегенде, мысалы үшін, ақтан өлшейді ғой. Ілдіргішке ілдіріп қойып, сол салмағын өлшейді. Тірек деген, мысалы бізді қолы өтіпсе, тірек затын, сол ерін парасызы. Енді қана, салмақтың өзінің салмаққа деген емес, масса менен жидің көбеймесі тикар өлшем бірлігі. Тикар формуласы. Өлшем бірлігі килограмм, мынанікі жи метр бөлінген секунд квадрат. Ол не біледі? Ньютон береді. Бір ньютон деген килограмм метр бөлінген секунд квадрат. Енді қанам, соның даража байланып көреміз. Біріншісі. Лифт. Қара, мынау лифт болатын болса, ішінде кімдір бар? Қызба барған бар. Енді қара, мынау өзінің ауырлық күші mg, 70 килограмм болса 100 ньютон ғой ма? Енді салмақ болғанда мынаған әсер етеді недегі? Астында қолы бола ма? Соған әсер етеді. Өзінің ауырлығы төмен mg басады. Енді mg басса, оған қарамағыз реакция күші болады. Жоғары болады. Сол n. Сол реакция күшіміз біздерде не болады? Салмақ болады. Енді қарам, жоғарыға, немесе төменге v тең константпен жүрсе, онда a нөлге тең болмайды. A нөлге тең болатын болса, қомыс неге тең болады? Мынаны тең қойма? mg болады. Екіншісі, бөлді. Енді осы лифтті не боламыз? Жоғарыға A тезелігімен көтереміз. Неде? Және салғанып қоямыз. Төменге қандай күш бар? mg бар. Жоғарыға реакция күші бар, е? Енді теңімен түзетін болсақ, ma тең. A-ның бағытында не бар емес пе? M қарамағыз не бар? mg бар, е? N мұспаға тең емес пе? Онда формуласы неге тең болады? Өзінше mg плюс a болады. Мынау формуласы болса, мынаған демек, егерде денені, лифтті жоғарыға тезелігімен көтеріп атсақ, тезлік пен тезелігінің бағыты бір бағытта болса, демек, ішіндегі адам салмағы не болады? m плюс a болады, немесе артады дегенде. Жүрге? n дегеніміз несі? n деген реакция күші да. Сол реакция күші салмаққа тең болады. Мынау g минус a қай кез болады? Әзір еттік соң. Енді лифтті не боламыз? Төменге. Қаттауға. Төмен қарап сөйлеміз. Онда төменге mg бар емес пе еді? mg бар. Реакция күші әдеттегідей жоғарыға болады. Енді a төменге емес пе? Нешеден шығады? ma тең дейміз. Жөреттің ғой, мына теңеміз. Бір бағытта қандай күш бар? mg қарамағасы ma тең, a-ның бағытында mg бар, есеп қолынбайды, бұл концепт болса. Төмен түсіп кетірген керек бұл деген. a тең mg минус нөе n, дұрыс па? Енді n-іміз бұға тең демедік па? Реакция күші салмақ тең болады. Осы жерде пұны тапсақ, не болады? g минус a болады. Мұғалім, қандай да дене бір харекет еткен уақытта бар ғой, бір тезлікпен нормально ма харекетленген? Біздерде неге в? Тезелігі жүріп отыр. В деген төмен қарай жүріп бақыланып. Қара,
tezlik pен тізенің бағыты бірдей бағытта болса, ал тізеншен болады да. Қарап, төменге қарап кетіп баратып, әстеленшен деген уақытта А жаққа қарап болады да уақытта. Уақыттан алдында меншік пен плюс құдай іздеп қойып түсіндіремін. Сондай жағдайлар бар ма? Танымның жаңағы жағдай бар. Екіншісі, машина. Екінші автомобиль. Автомобильмен жүру траекториясы бірінші қандай болуы мүмкін, иә? Горизонталь дейді. Автомобиль болатын болса, солай кетіп бара жатқан болса, горизонталь. Оның ішіндегі адамның салмағы не болады? mg болады деп. Автомобиліңіз не қылды? Ойықтар өтті. Қарай сондай оқы? Мына жерге кетіп барады, автомобиль болса. Енді автомобилдің ішінде отырған адамның салмағы қарына радиус болса, потен м төменге түсіп бара жатса, оның салмағы артады. Неге бағытларын қоймай ақ қояйын? G не? Плюс А емес пе? Аның оның не қоямыз? Көкірек бөлген болады. Ойырмаға шүш болады. Үшінші келді. Көпірде өтеді. Көпірден радиусы бар, иә, оның? Имейлі радиусы. Өйде машина. Олай кетіп барады. Енді қарам, мына жерде файлы кеткен болады. М G минус квадрат бөлген әрі болады. Бағыттан көбіздің шығарыласы. Себеп неден? Себеп қарам, төменге mg бар, ә? Жоғары right section, А төменге. Кетіріп шықсаңыз, маңызды кетіп бар. Үшіншісі. Реактив самолет бар. Реактив самолеттен горизонталь ұшу мүмкін. Уақытта планетен болады. mg болады. Ол бұлай айланы екеуінің мүмкін көріңіз ба? Емек біләсіз. Қадым, кетмапты байда ба? Өлек сатмақта байда, немізін жастырып, оймаға да байда. Мына жерде тұрған болса, ең түгіл. М G плюс бұқарат бөлмелері болады, неге? Енді келді, ең төбесіне тұрған болса. Деп байлаңыз ба бұраға? G минус Протеин G минус бұқарат бөлмелері. Сөйтіп? Нестір оймаға да байтады. Өзіше нестір сыртмаға да байтады. Сонымызда олек сыртмақ да байтады. Назад. Төртіншісі. Жіп үшін зеш. Маятник қой негізі. Қаран, қолыңызда тас бар, оны байладыңыз, шипке сөйтіп байландырасыз. Зердің байламай оны? Не байланады, иә? Енді мына жерде келу күші Т1 болсын. Төменге мж емес па? Мынаны кетіріп шығарайық. Жоғарыға А болады, иә? Келу бірінші жағдай. МА тең Т1 мынау батына қарап арсыз мерді. Минус mg болып тұрды. Демек, Т1 неге тең? М G плюс А болып тұрды. Тең М G плюс А-ны В квадрат бөлінген L деп қоймапсы, мынанша мұзыл болмапсы. Әрім сөйлі кетеді. Оған не қақтан бөлік А жоғары қарап Ол шеңбер бойлап қозғалса бар емес пе? Домалап қозға ақақ қарай болады. Орайға болады. Жоғары орайға болады.
Birinchisi formashida, ikinchisini tartibda bo'lsin. T'ga bo'ladi. Yerga yurmaymi? Ikkinchi joyi bor, ya. Endi to'mingi bo'lsada, do'stlar, buni qara A bo'ladi. M A nimaga teng? T'ga teng do'stlar. M G ga qatnash yo'q-ku. A bo'lay, M G to'min perpendikulor bo'lsa, bir-birini umuman saytish yo'q. Qatnash. T'ga nimaga teng? M bu kadar bölümü L bu konu. Dostlar. Şimdi üçüncüsü tövbede bulalı. T3. Ne bir tövbemiz var. Şimdi A tövbe var ya bulalı. M A T T3 var ya. Plus MC var mı ismi? Ne? M A T'miz A'nın bakın normal var. Normal var. İki plus var. Ne şeyde kalmış? A'nın bazı tövbe var. Plus var. Ağa qaramasından MG sonuç minus aldık. Çünkü neydi? Farklı jaksı tövbenin. Necede qaraması tuttu, A'nın bağıtına plus aldı, qaraması minus aldı. Necede A'nın bağıtında ne var? Ne var? Plus aldı. Енді söyledim töş bölümü. Töş olsak ne oladı? MG. MG. A'nın işi. Görünse fark var. G'nin sayımız A'nın işi. Na'da hangisine kadar? G'nin sayı, söyle A'nın işi. Mesela M yukarıda bölümü Tamam. Beşinci. Demek böyle karışımız, tayfımız tabii. Tak, beşinci formulamız salmaksızlık için. Vazinsizlik. Егер де денеге тек қана ауырлық күш тәсірінде денеміз ауырлық күш тәсірінде қозғалып жатырса, ол салмақсыз қалда болады. Қараңыз, мынау форм төмен қарап тастадым. Қандай күш бар? Тек MG бар емес пе бұған? Енді ауаның қарсылық күші болса, қалмаймыз пока. Тек қана ауырлық күш тәсір еткен жоқ қой? Егер денеге тек қана ауырлық күш тәсір етіп, һәм соның тәсірінде ол қозғалса, не болады? Салмақсыз қалда болады. Салмақсыз қалда деген не? Төмен түссе болмас қандай, кім біледі? Төмен түссе. F тең P-ға болмай ма? P тең? F-ке. M, G минус A емес па? Мына кезден неге тең? G-ға тең емес пе? Har qanday дене G-ге немен тартылады? G-мен тартыла ма? A тең G. Сонда мына не болады? M, G минус G тең. Салмақсыз деген не біледі? Q деген жоқ деген біледі. Түсінді ме? Алтыншысы жүктену. Аса салмақ дейміз. Жүктеніш. N деген дейміз. Бұл аса. N дегеніміз P бөлінген MG. Үшін бөлігі жоқ. Бірақ бір шарты бар. N-нің бөлі бірден бөлі. Бұл шарт. Mesela N тең P деген M ya J plus ya mesela minus almayı mı? Bölüngen MG. En kısa kötü J plus minus A bölüngen G yaptı. Yine adettinden ne vardı? Bu da uzaklarımız. 10 sene yaptı. Bu aslında yerde P bölüngen MG деген sana егер де 0,9 dese o жүктелмеген емес. Mesela 1 шықса, ол жүктелмеген емес. Кейінінде бірден үлкен сан шығады. 1,2 болады. Сол уақытта не болады? Аса салмақ немесе жүктелмеген болады. Осы уақытта. Түсінді ме?